Қайырлы күн, құрметті көрермен, мен үкімет позициясының бірінші спикері болып табыламын. Бүгінгі біздің қарар бұл палата жасөспірімдердің психологиялық денсаулығын қаржыландыруды медицинаның басқа салалардан жоғары қоюы керек деп есептейді. Тікелей дефиницияға өтетін болсақ, жасөспірімдер дегеніміз 10-19 жасқа дейінгі тұлғалар болып табылады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының стандарты бойынша, яғни жасөспірімдер дегеніміз қоғамның қорғалуы тиіс ең әлсіз мүшелері. Медицинаның басқа салалары. Бұл хирургия, терапия, гинекология, стоматология сияқты барлық медицинаның бүкіл салалары бағыттарын қамтитын салалар. Психологиялық денсаулық адамның эмоциялық психологияларын және әлеуметтік әл-ауқатын көрсететін негіз, яғни ол депрессия сияқты, күйзеліс сияқты нәрселер болуы мүмкін. Бүгінгі алаңда біздің идеологиямыз, біз айтамыз, жасөспірімдердің психологиялық денсаулығына инвестицияны медицинаның басқа салаларынан қарағанда көбірек көңіл бөліп, соған көбірек қаржы бөлуіміз керек деп айтамыз. Неге? Себебі олар еліміздің болашағын құрайтын, біздің денсаулық қоғамды тұрақты ететін қоғамның негізі болып табылады. Олар үшін бұл шешуші рөл атқарады. Неге? Себебі психологиялық денсаулық басқа медициналық салалардан тұрақты екенін көрсетеді. Бүгінгі алаңда біздің идеология превентивті болады, яғни алдын алу сияқты нәрселер көрсетеміз, яғни адам капиталына инвестиция жасау сияқты жасөспірімдерге инвестиция жасай отырып, болашақ ересек ұрпақтың психологиялық тұрақты етуін, еңбекке қабілетті, әлеуметтік жауапты болуын қамтамасыз етеміз. Бүгінгі алаңдағы біздің қарастыратын нәрсе, бүгінгі проблематика, біз бұл салада, яғни психологиялық тұрақтылық саласында біз дұрыс қаражат бөлмегендіктен, дұрыс қаражаттандырылмағандықтан, осы мәселені ескере отыра, приоритет ретінде қарастыра отыра, осы мәселеге көп көңіл бөліп, сол нәрсені біз бүгінгі алаңда көтеретін боламыз. Яғни қарайықшы, құрметті достар, бүгінгі алаңда олардың айтуы мүмкін медициналық салалары бүгінгі алаңда біздің алаңда болады. Неге? Себебі айтайықшы, олардың мүмкін айтатын қазіргі таңдағы аурулар бар ғой, жаңағы жүрек аурулары сияқты, онкология сияқты аурулардың барлығы біріншіден осы психологиялық аурулардан болады. Неге? Себебі қазіргі таңдағы адамдардың стресс деңгейі, депрессия деңгейі артып келе жатқандығында. Неге? Себебі біздің қазіргі таңдағы әлем бойынша ашатын алаңымызда суицид деңгейі екінші орында тұрғанын біз бірінші ескеріп алуымыз қажет. Ал суицид сияқты екінші орында тұрған дүниежүзілік бойынша неден туындайды? Осындай психологиялық аурулардан туындайды. Сондықтан да біз бұл мәселені жай қарамай, қоғамдағы ең маңызды бөлшек ретінде қарап отыра, оны негізге алып, оны көбірек көңіл бөліп, осыған қаражат жұмсауымыз қажет. Неге? Себебі біздің Қазақстанда осы нәрсеге көп қаражат бөлінбегендіктен. Енді сіздерге аргумент бойынша көрсетейінші, жасөспірімдер арасында психологиялық дерт кең таралған және өсіп барады. Дүниежүзілік сақтау ұйымы бойынша әлемдегі әрбір 5-ші жасөспірім осындай психологиялық бұзылыстарға ұшырайды. Яғни осындай үлкен бұзылыстардың біріне осы факт бойынша COVID-19 пандемиясынан кейін жасөспірімдер арасында депрессия мен мазасыздық 35%-ға өскен көрсеткен. Қазақстандағы, тіпті айтайықшы, Қазақстандағы мектеп оқушыларының өзі әрбірі осындай сауалнамада 30%-ы өздерін жалғыз күйзеліске ұшырайтын мойындап көрсеткен. Сіздерге аналогия бойынша көрсем, егер мектептің шатыры тесіліп балаларға су төгілетін болса, біз бірінші шатырды дұрыстаймыз деген сияқты нәрсе. Сол сияқты бірінші медицинаның басқа салаларына көңіл бөлмей, осы психологиялық тұрғыдан біз оларды тұрақты етіп алатын болсақ, осы саланы қаржыландырып жаңа бір деңгейге жеткізетін болсақ, біздің жаңа айтып өткен сіздердің медициналық басқа салалары осы алаңда қалып қоятындығында, яғни жасөспірімдерді бірінші орынға қойып, олардың психологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етіп алуымыз қажет. Факт 2. Яғни қарашы, ақшта жүргізілген зерттеу бойынша психологиялық емдеуге $1 құю арқылы олар 4% пайда көрген, яғни 1% құйып олар өздеріне 4% экономикалық пайда алып, өзінің пайдасын берген көрсетеді. Енді қарайықшы, біздің екінші аргументіміз айтады, что қазіргі таңда психологиялық денсаулық басқа медициналық салалардың проблемалық себебі болуы мүмкін. Неге? Себебі көптеген рак аурулары да, осында онкологиялық жүрек аурулары да осы нәрселерден болады. Енді қараңыздар, бүгінгі алаңда біз қорытындылай кетсек, что қазіргі таңдағы осы психологиялық тұрақтылыққа біз көптеген қаржы бөлмегендіктен, дұрыс қаражаттандырылмағандықтан, жеткілікті қаржы бөлмегендіктен, бүгінгі таңда біз осыған көп фокус бөліп, осы саланы біз жаңа деңгейге жеткізуіміз керек деген нәрсені біз ұстанамыз. Рахмет.
Барлықтарыңызға қайырлы күн. Көріп отырғаныма қуаныштымын. Енді тікелей ребатылға байланысты. Ең алдымен бүгінгі алаңда бізге Индира ханым не әкеліп береді? Бұл кісі ең алдымен ашып берген негізгі кейсінің кіріспесіне қарайықшы. Бұл кісіде ең алдымен айтып жатқан негізгі дефинициясының негізгі кіріспесі өзінің тарапына қарай ашылмаған. Яғни біз ең алдымен үкімет тарапынан нені байқаймыз? Өзіне қарай ашылмаған дефиницияны байқайтынымызға байланысты. Енді Индира ханым бізге бүгінгі алаңда қандай проблематиканы қозғап береді? Сенің қазіргі әлемде белгілі бір тарапта осы психологиялық проблемаларға ақша жетпей жатыр деген дүниелер айтып береді. Бірақ қазіргі уақытта Индира ханым бізге дүние жүзі бойынша ашып береді. Бірақ тек қана Қазақстанның қазіргі болашақтың проблематикасын айтып беріп жатқандығына байланысты. Яғни әлі күнге Индираның біз бүгінгі функцияға байланысты ешқандай әлем бойынша ойнап беріп жатыр ма, Қазақстан бойынша айтып беріп жатыр ма, оны әлі күнге статистикадан байқай алмайтындығымызға байланысты. Енді Индира ханым бізге айтып береді, қазіргі уақытта ақша жетпей жатыр, қазіргі күні жеткілікті жобалар жоқ сияқты дүниелер айтып береді. Құрметті достар, түсінейік, біздің қазіргі әлемімізде ақша үкімет тарапынан жақсы бөлініп жатыр. Қазіргі біздің әлемімізде қоғамдық қорлар, Wayper секілді әртүрлі жобалар осы жасөспірімдердің психологиялық денсаулығын қалыптастыру үшін жобалар жасап жатқанын бүгінгі алаңда түсіргіміз келгенімізде. Яғни бұл әлі күнге біздің аламыз үшін революция болып табылады. Келесі бұл ханым бізге айтады, қазіргі уақытта бірінші аргументі кең таралған сияқты болды. Бірақ өкінішке орай бұл мен үшін абсурд деген сияқты. Себебі жасөспірімде ол кең таралады, когда белгілі бір тарапта ол да гормоналдық сбой болған кезде, ол өтпеншекті бір переходной возраст болған кезде, яғни белгілі бір тарапта ол тек қана өтпеншекті бір кезеңнің арқасында өтіп жүретін нәрсе, яғни баланың өміріне қауіп беретін нәрсе болмағандықтан әлі үшін біздің аламызда ондай үлкен мәселе емес сияқты деген нәрсе ғой. Екінші бізге мынандай айтып береді, қазір Қазақстанда осындай тұрақтылық қалыптасады, басқа аурулар осының кесірінен тұрады деген сияқты айтып береді. Бүкіл аурулардың қалыптасу деңгейі ол белгілі тарапта психологиялық фактор болуы мүмкін, но басты себеп емес деген сияқты нәрсе ғой. Бізге Индира ханым айтады, экономикалық тұрғыда бізге тиімділік алып келеді деген сияқты айтады. Енді алаңда осындай сұрақ қалады, қандай тиімділік әкеліп беріп жатыр саған деген. Алаңда осының қызықтау сөздері қалады, оған әлі күнге үкімет тарапынан бірінші спикер жауап бере алмайды. Енді тікелей өзінің кейсіне байланысты. Бұл палата жасөспірімдердің психикалық денсаулығын медицинаның басқа салаларынан жоғары қою керек деп есептейді. Енді ең алдымен дефиницияға байланысты. Психикалық денсаулықты жоғары қою дегеніміз денсаулық сақтау бюджетінде белгілі бір саланы басқа салалардан қарағанда жоғары қою, басқа салаларға қарағанда көбірек бюджет бөлу, басқа салаларға қарағанда көбірек фокус қою, иә. Басқа салалар дегеніміз бұл тек қана Индира ханым айтып кеткен дүниелер емес, бұл жалпылама бүкіл медицинаның салалары қарайды, оған тіпті жасөспірімдер қарайтын салалар болуы мүмкін. Оның ішінде шұғыл медициналық көмек, онкология, жұқпалы аурулар, перзентхана, созылмалы аурулар сияқты дүниелер болуы мүмкін. Енді алаңды аша кетейікші. Құрметті достар, бәріміз түсінейік, біздің әлемімізде біздің именно оның ішінде ақша жетіспеушілігі деген сияқты дүниелер бар. Біздің бюджетіміз шектеусіз емес, біздің бюджетімізде белгілі бір тарапта ақша жетпей жатыр деген сияқты дүниелер. Егер біз белгілі бір тарапта осы жетпейтін бюджетімізді тек қана оқушылардың бір гормоналдық сбой секілді бір өтпеншелік кезеңіндегі бір жағдайларға аударатын болсақ, біздің мемлекетіміздегі шынайы бір белгілі тарапта ақшаны қамтамасыз ететін, ақша қажет ететін нәрселер қамтамасыз етілмей қалатындығына байланысты. Яғни біздің соның арқасында өлім жітім көбейеді деген сияқты дүниелер, бізде шынайы аурумен ауыратын, өмірі хал үстінде отырған адамдар өмірден кетеді деген сияқты дүниелерге байланысты. Яғни бұлар медицина тарапынан психологияға фокус қою арқылы басқа аурулардың мүддесіне байланысты. Яғни бір 10 аурудың біреуі психологиядан болатын болса, қалған 9 ауруға олар бір аурудың мүддесін жоғары қойып тұрғанына байланысты. Біз оппозит тарап ретінде келісеміз, белгілі бір тарапта сен психологияға ақша қосуың керек, психологияға ақша салуың керек, бірақ оны басқа салалардан жоғары қоюын, ол басқа салаларға жасалған әділетсіздігін деген сияқты, бұл бүгінгі біздің алам негізгі идеологиясы болатындығына. Енді біздің бірінші аргументіміз, ол қандай? Біздің бірінші аргументіміз басқа аурулар. Яғни басқа аурулар дегенде біз қалай дәлелдейміз? Қазіргі уақытта біздің әлемімізде өте шұғыл аурулар бар да. Мысалы, инфаркт секілді, инсульт секілді, әртүрлі бір онкология секілді, туберкулез секілді, әртүрлі біздің қазіргі әлемімізде осындай аурулар бар кезде, сен тек қана қалай бір жасөспірімдердің тапшылығын осындай нәрселермен жабасың деген дүниеге байланысты ғой. Дүниежүзілік денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, жыл сайын әлемде 17,9 миллион миллиондаған адам жүрек қан тамыр ауруларынан қайтыс болады. Бұл яғни қазіргі бойынша өлімден бірінші себеп болып тұр. Яғни біздің әлемімізде қазіргі уақытта болып жатқан аурулардың ең бірінші себебі осындай инфаркт, инсульт сияқты жүрек аурулары болып тұрғанда сен қалай осындай психологияға назар аударасың деген дүниеге байланысты. Енді ең алдымен Қазақстан бойынша айтайықшы, Қазақстанда онкологиялық аурулар өлім бойынша әлем бойынша екінші орында тұрған түсінеге. Яғни жыл сайын 15 мыңнан астам адам көз жұматын түсінек. Яғни басқа елдермен қазір Қазақстан статистикасымен салыстыратын болған кезде 20 миллион адам үшін қазіргі уақытта басқа елдермен салыстырғанда екінші орында тұрған сияқты үлкен ауру деректері бар. Яғни Қазақстанда 15 мың адам көз жұмады. Бұның өзі бізге нені көрсетеді? Сенің қазіргі әлемде басқа аурулардың өлім жітімі көп сияқты дүниелерді, қазіргі сенің әлемде осындай адамдар осы нәрселерден бір жалтақтап жатқанын түсінуіміз керек, иә. Енді белгілі бір тарапта үшінші бізде қандай нәрсе? Екінші бізде қандай аргумент? Белгілі тарапта тамырына үңілейік деген нәрсе. Белгілі тарапта психологиялық аурулар неден пайда болады? Белгілі тарапта әлеуметтен пайда болады, отбасындағы жағдайлардан пайда болуы мүмкін, отбасындағы белгілі бір тараптағы проблематикалардан пайда болуы мүмкін да. Яғни бізге тек қана үкімет тарапы нені айтып беріп жатыр? Белгілі бір тарапта отбасымен бір
психология проблемалардың терең тамырына үңілмей тек қана бетіндегісін шеше салайық деген сияқты айтып жатқандығына байланысты. Бірақ қазіргі уақытта бізде бала семьяласы бар, әлеуметтік жағдайлар бар, әлі күнге шейін олар осындай проблематикалар шеше алмай жатқандығына байланысты. Осындай проблематикалар шешілмей жатып, сенің психологиялық проблема шешілмейді ғой деген нәрсені біз айтып жатқандығымызға байланысты. Енді ондай дүние белгілі тарапта бұл проблемалар психотерапевт сияқты бұл тек қана бір симптоммен күресу ғана. Сен енді үкімет тарапы не істеу керексің? Осы проблемалардың болмауымен атсалысуың керексің. Яғни сен белгілі тарапта бір ағаштың тамырын, ең алдымен ағаштың жапырағын жөндегенше ағаштың тамырын жөндеу керексің деген дүниелерге байланысты. Енді біз оппозиция тарап ретінде не айтып жатырмыз? Белгілі бір тарапта бұл тек қана өтпеншілік кезеңнен туындайтын нәрселер ғана. Белгілі бір тарапта сен осы аурудың симптомымен күреспей, шынымен адамның өміріне қауіп төндіретін нәрселермен күресші деген нәрсені айтып жатқандығымызға байланысты. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті төрешілер, қарсы тараптың өкілдері және барша тыңдаушылар. Жалпы оппозиция позициясының бірінші спикері Әділет мырзаның айтып кеткен дүниелермен келіспейміз. Өйткені бұл кісінің бірінші сөзінде суицид бұл үлкен мәселе емес деген сияқты үлкен бір дау туғызатын мәселеге бейжай қарағандығы бұл әрине көңіл көншітпейді. Келесі тек қана жаңағыдай қаражатты біз есептеген жоқпыз. Және бұл кісі өзіне берілген уақытта тек басымдылықты осы бюджет саласына қатысты айтып кеткен секілді біз олай деп айтқан жоқпыз. Қазір бұнымен толығырақ тоқталып өтетін боламын. Және келесі жалпы психикалық саулық, яғни суицид бұл ескерілмеген ауыр салдарының бірі. Яғни бұл жерде біз дүниежүзілік денсаулық сақтау мәліметіне сүйенетін болсақ, 19-15 жастағы жасөспірімдердің арасындағы екінші өлімнің себебі бұл суицид болып табылады. Ал енді бұл біздің елімізде де өте бір дабыл қақтыратұғын дүние. Жыл сайын ондаған мың жасөспірім осы дүниеден көз жұмады. Эмиль Дюркгеймнің «Суицид» атты кітабында осыған себеп бұл психикалық саулықтың дұрыс еместігі дейді. Ал енді бұл жерде Әділет мырза бізде жаңағыдай суицид бұл үлкен мәселе туындататын дүние емес деп бұл мәселені жыл жауып қоя салғысы келеді. Ал осы орайда психикалық саулықты қаржыландыру, яғни бұл жай ғана бір консультация беріп бір бөлмеге бір кеңес беру емес, бұл жаңағыдай мектептерде кәсіби психологтардың санын көбейту, онлайн психикалық қызмет көрсететін орталықтарды ашу, ата-аналармен бірге жұмыс жасау, суицид алдын алу бағдарламаларын жасау. Ал енді бұлардың барлығын жүзеге асыру үшін әрине қаржыландыру қажет. Енді келесі бізде қазіргі жүйеде бұл сала назардан тыс қалып отыр. Біз осыны жеткізгіміз келді. Біз бюджетке бір қатты бір акцент беру емес, яғни осы психикалық саулыққа назар салу қазіргі заманда өкінішке орай назардан тыс қалып отыр. Яғни біздің жеткізгіміз келген идея осы. Сонда қазіргі таңда көптеген елдерде, оның ішінде бізде бармыз, осы салаға бөлінетін қаржы жалпы медициналық бюджеттің небәрі 3-5%-ын құрайды. Банағыдай сіздер сияқты бір дау туғызудың қажеті жоқ. Ол яғни жалпы медициналық бюджеттің 3-5%. Ал егер бұл деп отырғанымыз, біз егерде нәтижені алатын болсақ, демек біздің бөліп отырған қаражат санының арасында айырмашылық, яғни алшақтық жер мен көктей. Енді әрбір практикада 5-ші жасөспірім психикалық қиындықтарға тап болады. Бұл жаңағыдай осы салаға біз басымдылық беруіміз керек. Әділет мырза айтқандай, бұл бетін шеше салу ғана емес, яғни жаңа ағаштың тамыры деп отырғанымыз біздің бұл психикалық саулығымыз. Яғни бұл психикалық саулық деп отырғанымыз не? Көптеген физикалық аурулардың себебі жаңа жүрек қан тамыры болсын, асқазан ішек жолдарының аурулары болсын, ол адамның жаңа психикалық саулығының дұрыс еместігінен туындайды. Енді ойлаңызшы, адам үнемі депрессияда, стресте жүре беретін болса, оның жаңа ішкі ағзаларына, жүрек қан тамырлар жүйесіне әсер ететін, оны айтпаса да еңкейген баладан, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін анық факт екені белгілі. Демек, біз ішім өлген сыртым сау деген жаңағыдай ішкі жан дүниесі жаңағыдай өліп сыртқы бейнесі ғана сау күйінде жүрген адамдарды емес, сол бір себеппен, яғни біздің айтқымыз келген ағаштың анау Әділет мырза айтпақшы тамыры, ол психикалық саулық. Соны жөндеген кезде ғана біз анау жапырағы, сабағы болып табылатын жаңағы жүрек қан тамыры ауруларының, түрлі аурулардың алдын аламыз, яғни профилактикалық шара болып табылады. Енді келесі психикалық саулық бұл жасөспірімнің өмір жолының негізі. Енді Абай атамыз айтады, ортаға біліміңмен емес, мінезіңмен сиясың дейді. Яғни біз бұл сөзді көптеген ірі компаниялардың тарихына көз жүгіртсек біле аламыз. Яғни мықты инженерлер өзінің қаншама мықты білімі болса да, осындай ішкі жан дүниесіне өкінішке орай ақсап жатқандықтан сол ортаға сыя алмай кеткендігінің білеміз. Ал егерде сол кісілердің тек қана біліммен қатар мінезі мықты болған кезде неше түрлі дүниелер пайда болар еді. Енді ол кісі не істейді? Жақсы оқи алмайды,
Өйткені неге үнемі стрессте жүр, депрессияда жүр, ойлаңызшы, ол кісі жақсы оқи алмайды, адамдармен дұрыс араласа алмайды, жаңа ортаға дұрыс сіңісе алмайды, отбасын құра алмайды, және көптеген қиындықтарға душар болады. Ал бұл жаңағыдай біз егер осы психикалық саулыққа көңіл бөлетін болсақ, оны дер кезінде сол жасөспірімдік шақта шешетін болсақ, осы мәселелердің алдын кеседі. Ал егер де біз осы нәрседен қазір біз үнемдейтін болсақ, керісінше ол болашақта сол проблемаларға тап болған кезде бұл біздің елімізге әлеуметтік экономикалық тұрғыдан өте тиімсіз дүние болып табылатын еді. Сондықтан біз салдарынан емес, себебімен ерте баста күресу біздің жеткізгіміз келген идея. Сонда жасөспірімдердің психикалық денсаулығы бұл біздің еліміздің болашағы, өйткені біздің еліміздің болашағы дені сау ұрпақтың қолында. Және бұл сала медицинаның басқа да салалармен тығыз байланысты және алдын алу шарасы ретінде өте тиімді болып табылады. Және қаржыландыруды дәл осы бағытқа беру адами капиталға қойған біздің инвестициямыз, және экономикалық тиімділік және әлеуметтік тұрақтылықтың кепілі болып табылады деп жеткізгіміз келеді. Рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы күн көрермен. Бүгінгі қарастырылып жатырған жалпы тақырыпқа назар аударайықшы. Жалпы бүгінгі тақырып бізде жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қаржыландыруды медицинаның басқа салаларынан жоғары қою керек деп пікірмен біз қарастырып жатырмыз. Жалпы бұл тарапта бізде үкімет тарапының екінші спикерінің пайымдауынша барлық айтылып жатқан тақырып бізде келісеміз негізі. Келісеміз. Бұл қай тарапқа келісеміз? Бізде психикалық денсаулықты қаржыландырудан керек, бірақ ол басқа салаларына қарағанда біз оған артықшылық беру бізге қиянатпен тең деген нәрсені айтып жатырмыз. Ал бізде үкімет тарапының екінші спикерінің пайымдауынша бізде суицид үлкен мәселе. Яғни бізде барлық нәрсе бюджетке байланысты айтылып жатыр деп жатыр. Үкімет осы тақырыптың өзі сұрап тұрған жоқ па, қаржыландыру медицинаның басқа салалары деп. Сондықтан бұл бізде оптимал дейміз, екінші тараптың айтуы бойынша. Және де дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 19 пен 15 жас аралығындағы суицид негізгі себебі осы психикалық саулықтарының төмен болуы салдарынан дейді. Құрметті достар, психикалық саулық тек медициналық тараптан ғана болмайды. Ол біздің себебімен өздері айтып отқан салдармен күресуіміз қажет, оны түп тамырымен келісуіміз керек дейді. Бірақ құрметті достар, оны қарайықшы, біз оны бір салдарымен басқа салаларға қарағанда бізде қазіргі таңда мектептерде, жаңа өздері айтып отырған білім беру ұйымдарында қазіргі таңда балалармен ең көп жасөспірім шақтар жұмыс жасайды. Дәл сол жұмыс жасау барысында біз медициналық тұрғыдан қарағанда сіздің балаңызда егер де қандай да бір кемшілік болатын болса, психикалық қолдау қажет болатын болса, ата-анаға айтқан жағдайда бізде агрессивті жауаптар көп келеді. Яғни баланың ол қалпын қабылдау қиын. Яғни біз мемлекеттің бөлінген қаражатты біз дұрыс қолдана алмайтындығымызда, ата-аналардың көбісінің ол баласының состояниясын қалпын бізде мойындамауында. Яғни біз сіздер айтып отырған жаңағы психикалық сауықтық қаржыландыру, жаңағы орталықтар бар, суицидті қаржыландыру, мектептердегі жаңағы консультациялар деп жатсыздар. Оның барлығы медицинаға қатысты қаржыландыру емес. Ол қаржыландыру тікелей білім саласына қатысты қаржыландыру. Сіздер айтып отырған нәрсе, ол білім саласына қатысты қаржыландыру болғандықтан, біз білім саласына бөлінетін қаржылаттың ішінен сол бөлінсе деген әңгіме болса, біз соған келісер едік. Бірақ алайда бүгінгі біздің тақырып медицинадағы психологиялық біздегі жетіспеушіліктер, денсаулықты қаржыландыру медицинаның басқа салаларына қарағанда басымдылық беру туралы айтып жатырмыз. Сондықтан бұл екінші тараптың, екінші спикерінің тарапымыздың спикеріңіздің айтуы кемшілігі байқалады. Енді бізде назардан тыс 3-5-10% құрайды, айырмашылық үлкен болып есептелініп Қазақстандағы фактілерді келтіріп отырды. Бірақ алайда ашып қарайтын болсақ, бізде 3-5% құрағанымен оған артықшылық беру қаншалықты бізге пайдалы екендігін әрі қарай айтқан жоқ. Яғни бұл қандай нәрселер жасайды? Олар қаражатты алған екен қалай жасайды? Не үшін ол қаражат басым беру керек? Бізде суицидпен ғана шектеліп психологиялық қолдау ғана қажет деген нәрсені айтып отыр. Екінші, бізде айтып отыр жүрек қан тамыры психиканың саулығының кемшіліктеріндегі депрессиядан туындайды деп жатыр. Құрметті достар, бізде тек қана психологиялық әлсіздіктен ғана туындамайды. Бізде генетика бар, экология бар біздегі әлеуметтегі. Қазіргі қарастырылып отырған бізде өз адамның өзінің жеке ерекшеліктеріне, физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ол аурулардың пайда болуы, жүре келе пайда болған аурулар болуы мүмкін. Оны тек қана психологиялық әлсіздіктен, оны қолдау болмағандықтан салдарынан туындап отыр, біз оны күресуіміз керек. Бір себебі болуы мүмкін, бірақ алайда оның барлық бір себебі тек қана психология деп қана айта алмаймыз. Екінші,
жақсы оқи алмайды, әлеуметтік жаңағы жағдай жақсы оқи алмайды, ондағы постоянно депрессияда болады. Құрметті достар, ол денсаулық жағдайына байланысты денсаулыққа бөлінген нәрсе емес. Ондағы психологиялық состояние біздегі әлеуметтік жағдайға қарастыратын министрліктерге жауапты қарастық мәселелер. Ол жақта тұрмыстық мәселелердің барлығы бізде бұл қаржыландыруға, медицинадан бөлінетін қаржыландыруға тәуелді мәселелер емес. Бұл мәселелер әлеуметтік жағдайды дұрыстау бойынша арнайы министрліктер мен органдар жауап беріледі. Яғни бұл салада бізде медицинаға бөлінген қаржыны тек қана психологияға ғана арттыру, ол өте қиянатпен тең деп айтамыз. Бүгін жалпы айтып отырғандығымыз, біздің тарапымыз айтып отырғанымыз дұрыс, психологияға көңіл бөлген дұрыс, бірақ басқа салаларға да бірінші көңіл бөліп алайық. Себебі бізде медицинада барлық мүшелеріне тең мүмкіндік беруіміз керек. Жыл сайын бізде өздеріңіз айтып отырған ковидтің салдарынан бізде қазіргі таңда өлім жетім көбейді, психологиялық әлсіздіктер пайда болды. Ол дұрыс, бірақ та алайда осы ковидтің салдарынан жүрек қан тамырлары аурулары, онкология көбейген жоқ па? Дәл сол салдарынан бізде әрі қарай денсаулықтағы кемшіліктер пайда болған жоқ па? Яғни барлығы психологияға байланысты деген нәрсе айту, ол өте қате пікір. Яғни бізде жыл сайын он мыңдаған адам жүрек, қатерлі ісік, инфекциялық аурулардан көз жұмады. Жалпы статистикаға назар аударсақ, 52 мың адам жүрек ауруынан қайтыс болған 2022 жылы. Онкологиядан 15 мың адам. Бізде жалпы Қазақстан бойынша қазіргі таңда онкология өте қатты өршіп тұр, жас талғамайды тіпті. Яғни жасөспірім шақта бізде онда қандай депрессия болуы мүмкін деген сұрақ туындайды. Сондықтан құрметті достар, бүгінгі жалпы тақырыбымыз қорытындылай келе, жасөспірімдердің психологиялық денсаулығын қаржыландырудың медицинаның басқа салаларын жоғары қою керек деп біз есептемейміз. Басқа салаларын бірінші шешіп алайық, одан кейін ары қарай психологиясын реттей бере жатармыз. Рахмет. Енді тікелей сараптамаға байланысты не үшін әлі үшін оппозицияның алаңы үкіметтің алаңынан жоғары бола береді деген дүниеге байланысты. Ең алдымен біз оппозиция тарапы ретінде нені түсіндіріп беріп жатырмыз? Белгілі бір тарапта сенің қазіргі әлемде бюджет жетіспеушілігі секілді әртүрлі проблематикалар бар. Сенің қазіргі әлемде белгілі тарапта бюджет жетіспей жатыр. Сенің әлемде басқа салалардан өлім жітім көбейіп жатыр. Сенің қазіргі уақытта осы болып жатқан психологиялық жасөспірімдегі проблематикалардың барлығы белгілі бір тарапта тек қана өтпелі кезеңнің арқасында болып жатыр деген сияқты нәрселерді беріп жатқандығымызда. Яғни әлі күнге шейін біз оппозиция тарапы ретінде үкімет тарапы негізгі алаңын құлатып, осы алаңмен бүгінгі ойында ойнап беретіндігімізге байланысты. Әлі күнге шейін бізге үкімет тарапынан екінші спикерге осы негізгі алаңымызды, негізгі біздің айтқан идеологиямызды, негізгі статус-квоымызды құлатпайтындығына байланысты. Яғни бүгінгі ойын, бүгінгі алаң оппозицияны ашып берген алаңмен жүретіндігіне байланысты. Яғни әлі күнге шейін бүгінгі біздің алаңмен ойнап беріп жатырмыз. Енді бізге тек қана үкімет тарапы бүгінгі ойынды нені дәлелдеп береді? Қазіргі уақытта сенде суицид көп болып жатыр. Қазіргі уақытта жасөспірімдерде осы психологиялық проблематикалар кең таралған деген сияқты дәлелдеп беретіндігіне байланысты. Біз айтамыз, белгілі бір тарапта сен жасөспірімдердің переходной возрастта, оларда бір өтпеншілік кезең болып жатыр. Бұл тек қана өте 12-16 жастан кейін деген сияқты дүниелерді айтып жатырмыз. Сен белгілі бір тарапта осы бір зат үшін 10 заттың біреуі үшін 9 заттың біреуін ысырып тастауын, ол сенің басқа ауруларға жасалған қиянатың деп айтып жатқандығымызға байланысты. Сенің әлемде қаншама адам қиналып жатыр, сенің әлемде қаншама адам белгілі бір тарапта вакцина жетіспей жатыр, өліп жатыр, белгілі бір тарапта ауруханалар жетіспей жатыр. Сен сол медицинадағы бүкіл осы салаға бөлінетін бюджеттің барлығын не үшін сен белгілі бір тарапта осы психологияға бересің деген айтып жатқанымызға байланысты. Бірақ әлі күнге шейін бізге үкімет тарапы осы қақтығыстың түйсігіне жауап бере алмайтындығына байланысты. Екінші, біз мынандай дүниені айтып жатырмыз. Белгілі бір тарапта сен тек қана проблематиканың бетіне қарама деп жатырмыз. Проблематиканың сенің тереңіне үнеш деп жатырмыз. Сенің осы болып жатқан мәселелеріңді, осы психологиялық проблемаларды, лучше психологиялық проблема болмасын, лучше сен ол болмауы үшін әрекеттер жасашы деген айтып жатқандығымызға байланысты. Бірақ әлі күнге шейін үкімет тарапы бұған бізге жауап бере алмайтындығына байланысты. Біз айтамыз, психологиялық проблематикаларды шешу керек, белгілі бір тарапта осымен жұмыс жасау керек, келісеміз. Бірақ белгілі бір тарапта оны басқа салалардан қарағанда, басқа салалардың мүддесін ысып тастап, соның фокусын жоғары қою, бұл әділетсіздік, бұл ойға сыймайтын абсурд дүние деп айтып жатқандығымызға байланысты. Енді мындай нәрсе белгілі бір тарапта біз қазіргі уақытта біз функцияға байланысты айтайыншы. Бізге бүгінгі үкімет тарапының екінші спикері Асқар мырза Индира ханымның айтып беру керек, алаңын ашып береді бүгінгі алаңда. Яғни біз бүгінгі алаңда нені көреміз? Функционалдық қателіктерді көреміз. Индира ханымның ашып беру керек, алаңын Асқар мырза ашып берген арқасында өкінішке орай функция бойынша бұл кісілер айтып жатқан дүниелер ақталмайтындығын көреміз. Егер де белгілі тарапта оны Индира ханым емес, Асқар мырза айтып бергенде, мүмкін ол менің алаңым үшін революционды болатын беді деген дүниеге байланысты. Бірақ бұл кісілер сен осы психологиялық проблемаларды жеңген кезде экономикалық пайда әкеледі деген сияқты айтады. Бірақ оны қалай әкеліп жатсыңдар, қалай не істеп жатсыңдар деген сұрақтарға әлі күнге шейін жауап бермейтіндігіне байланысты. Яғни әлі күнге шейін функционалдық тұрғыда біз жеңіске жетіп жатқандығымызға байланысты. Біз үкімет тарапы ретінде оларға қарсы шығып, олардың негізгі проблематикаларын, олардың негізгі статус-кволарын құлата отыра, өзіміздің оппозиция тарапы ретінде алаң ашып беріп, біз не айтып жатырмыз? Біз белгілі бір тарапта сенің қазіргі әлемде болып жатқан көптеген өлім жітім, көптеген осы қауіп қатердің барлығы басқа аурулардың салдарынан болып жатыр. Сенде психологияның кесірінен ондай қатты қауіп салдар болып жатқан жоқ. Сенің суицидіңнің өзі тек қана белгілі бір тарапта
психологиялық проблематикалар емес, оның өзінде басқа факторлардан да туындап жатыр деген сияқты айтып беріп жатырмыз да. Бірақ өкінішке орай әлі күнге шейін үкімет тарапы бұған жауап бере алмайтындығына байланысты. Енді біз айтып жатырмыз, бұл кісілер негізгі айтқан идеологияларының барлығы денсаулық сақтау істеу керек дейді да, мектеп істеу керек дүниелерді, әлеуметтік топтар істеу керек дүниелерді айтып береді. Яғни белгілі тұрда бұл кісілер айтқан негізгі айтқан аргументтері, негізгі нәрселері бүгінгі алаңда әлі күнге шейін релевантсыз екендігіне байланысты. Яғни біз бүгінгі алаңда қорытындылай келе белгілі бір тарапта психологияға ақша қою керектілігіне, психологияға белгілі тарапта шешу керектілігіне келісеміз. Иә, шешу керек, бірақ белгілі бір тарап басқа салаларда оны жоғары қойып, басқа салалардың мүддесін ысырып тастап, басқа салалардан қарағанда бұған фокус қоятын болсақ, сенің әлемінде өлім жітім көбейеді, сенің әлемінде бюджеттік теңсіздік орнайды, сенің әлемінде белгілі бір тарапта қазіргі уақыттағы бір дұрыс нәрселер болмай қалады деген сияқты айтып жатқандығымызға байланысты. Яғни осы үшін әлі күнге шейін оппозиция үкіметтен қарағанда жоғары бола береді деп есептейміз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті достар. Үкімет тарапының үшінші спикер ретінде бірінші сөзіне ребатылдан бастайтын болсам, олардың тарапынан осы нәрселер айтылды. Құрметті достар, бюджет шектеулі дейтін нәрсе. Иә, бюджет шектеулі келісеміз, бірақ бюджетті біз шектеулі болғандықтан біз неге бөлуіміз қажет? Бюджетті біз керек нәрселерге бөлуіміз қажет. Қазіргі таңдағы зардап көп шеккен топқа бөлуіміз қажет. Яғни бүгінгі алаңда айтатын нәрсеміз, қазіргі таңдағы көп зардап шеккен нәрсе осы психологиялық тұрақсыздық болғандықтан біз осыған көбірек көңіл бөлуіміз керек деген нәрсе да. Неге? Себебі қазіргі таңда осы біздің әлемімізде көбірек қаражат бөлмегендіктен арқасында, осы нәрселерге фокус қоймағандықтың арқасында біз осындай келеңсіз нәрселерге жетіп отырмыз. Сондықтан да осындай нәрсеге біз көп көңіл бөлу арқылы, қаражат бөлу арқылы біз көбірек нәрсеге жете аламыз. Бұл қандай нәрселер? Біз өзіміздің алаңымызда дәлелдеп кеткен болатынбыз. Менің екінші спикерім, біз қаражаттандыру арқылы, білім сапасын, яғни білікті мамандар арқылы, қолжетімділік арқылы, сапалы еңбек арқылы біз психологиялық тұрақтылықты жаңа деңгейге шығаратынымызды бүгінгі алаңда біз түсіндіріп өткен болатынбыз. Біз бұл жерде басқа салаларға мүлде ақша бөлмейік, қаражат бөлмейік деген нәрсе емес. Бүгінгі алаңда екі жаққа да ақша бөленсін, қаражат бөленсін, бірақ қазіргі таңдағы ең көп қаражатқа жететін, қазіргі таңдағы ең көп зардап шеккен нәрсе осы психологиялық тұрақсыздықтың арқасында біз осыған көп көңіл бөлу керек екенімізді біз түсінуіміз қажет екенбіз. Яғни олардың айтуынша мынандай нәрсе да, психологияны сосын реттейміз, басқа салаға көңіл бөлейік деген нәрсе да. Егер осы пікірмен біз жүре беретін болсақ, біздің ертеңгі болашақ жасөспірімдеріміздің жағдайы, денсаулығы не болмақ деген нәрсе. Біз осы пікірмен жүре беретін болсақ, біздің болашақ жасөспірімдеріміздің деңгейі нашар халге жететін, қиянат болатын біз түсінуіміз қажет. Яғни олар осы нәрсені абсурд, әділетсіз ретінде көрсетті, бірақ бұл абсолютті нәрсе. Неге? Себебі қазіргі таңдағы бұл психологиялық тұрақсыздық үлкен қоғамдағы мәселелердің біріне айналған біз түсінуіміз қажет. Біз енді бүгінгі алаңда нені дәлелдедік, тікелей сараптамаға кетсек, бүгінгі алаңда біздің басты ұстанған идея психологиялық денсаулық мәселелерінің шұғыл кең таралған және дұрыс қаражаттандырылмағанын біз түсінуіміз қажет, және осының мәселе екенін біз қарастырып отырмыз. Бүгінгі алаңда біз жетістікке жетеміз. Неге? Функционалдық түрде бізде аргументтеріміздің өзінің тікелей факттары болған арқасында, біз дүниежүзілік формат бойынша дүниежүзілік ашқанымыздың арқасында бүгінгі алаңда біз жеңіске жетеміз. Неге? Себебі бүгінгі біздің алаңға тікелей ешқандай қарсылық келмеген арқасында, біздің статустарымыз, яғни біздің статистикаларымыздың, Америка құрама штаттарының көрсеткен зерттеулерінен ешқандай қарсылықтарының келмеген арқасында бүгінгі алаңда біз жетістікке жетеміз. Бүгінгі біздің алаң кеңінен ашылған арқасында, бүгінгі алаңда біздің айтып жатқан аргументтеріміздің өзінің ерекшеліктері мен негіздері болған арқасында біз бүгінгі алаңда жетістікке жетеміз. Қараңыздар, енді салыстырмалы түрде көрсекші, олардың айтып жатқан идеологиясы әділетсіз тұрғыда да, яғни олардың айтып жатқан идеологиясы, басқа салаларға көңіл бөлейікші бірінші, бұл бізде бірінші орында емес, ал бізде қарардың сұрап тұрған нәрсесі ең жоғарғы тұрғыда осы психологиялық тұрақтылық сияқты, психологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету сияқты деген нәрселердің бірінші орында тұрған көрсетті. Сондықтан да бүгінгі алаңда біз қарар бойынша да, функционалдық тұрғы бойынша да, аргументативті тұрғы бойынша да біз жетістікке жететін арқасында. Енді қараңыздар, қорытындылай кететін болсақ, біз өзіміздің психологиялық тұрақтылығымызды, жасөспірімдердің психологиясын дұрыс қылып алып, яғни сол нәрсені біз көтеріп алып басқа салаға көңіл бөлетін болсақ, біздің болашағымыз зор болатынына біз кәміл сенеміз. Неге? Себебі басқа нәрселердің алдынан бірінші психологиялық тұрақтылық тұратын біз бірінші білуіміз керек. Яғни бүгінгі алаңда біз толықтай жетістікке жетеміз. Неге? Себебі психологиялық денсаулық басқа мәселелерден бірінші тұрады. Рахмет.